Достар, ошым 40-қа толдым жақында. Жалпы енді ақыл айтамын десең, достар, әке-шешем өмір бақи мұғалім болған. Мен де мұғалімдік салада қызмет еттім. Жалпы ұстаздық қанымызда бар. Осы өмірде ең жақсы көретін істерім бірі ол жаңағы сабақ өту, бірдеңені түсіндіру, сөйлеу ғой қысқасы. Енді қараңыздар, бір осындай методичка жасағым келіп тұр. Ол не десеңіздер, құрылысқа байланысты. Мысалға, жер үй салу, жер үйдің стенасы, фундаменті, крышасы қалай болу керек, қандай материалдан болу керек, крышаға қолданылатын ағаштар, толщинасы қандай болу керек, хай-тек стильмен, обычный черепицамен жапқанның плюс-минустары, ақшаң көп болса қалай істеген дұрыс, ақшаң аз болса қалай істеген дұрыс. Жалпы соның барлығын түсіндіріп, қандай арматура салған дұрыс, кірпішті жаңағы цементпен қалаған дұрыс па, балшықпен қалаған дұрыс па. Мысалға, отоплениенің өзі 3 түрі бар. Қайсы отоплениені қойған дұрыс, қайсына қанша ақша кетеді, примерно расчеттарын беретін болам. Қандай пеш қойған дұрыс, қандай материалдар, фирмалар қойған дұрыс. Терезенің өзі, мысалға, стеклопакет, терезенің әйнегінің өзі 7-8 түрі бар. Двухслойный, трехслойный, көп, мультифункциональный, зеркальный, түрі көп. Соның қайсысы дұрыс, алюминий қойған дұрыс па, пластик па, олардың қандай толщинада қойған дұрыс, 4-камерный ма, 5-камерный ма деген сияқты. Осы мәселелердің барлығына арнап бір методичка, видео, сабақ, квартира ремонтқа да байланысты жасаймыз. Осы жалпы керек па, қалай ойлайсыздар? Астына керек болса плюс қойып кетіңіздер, немесе керек сөзін жазып кетіңіздер, достар. Осындай бір методичка жасағым келіп тұр. Себебі адамдар құрылыс жағын білмейді ғой. Сөйтіп көп жаңағы қателік жасайды. Жақында есік туралы видео салдым. Комментарийдің астына кіріп көріңіздер. Қаншама адам қателескен есіктің высотасына байланысты. Вот есіктің высотасы, терезенің размері қандай болу керек, басы қатады адамдардың. Соны оптимальный вариант қандай, есіктің бағалары қандай, сол жөнінде толық бір видеокурс жасайтын боламыз. Қалай ойлайсыздар, осындай керек па? Қазақша мүлдем бұндай методичка әлі жоқ екен, достар.